Жастар бастамалары орталығы мен Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті студенттері кәсіподағының бастамасымен әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан жасөспірімдер үшін қайырымдылық турнирі ұйымдастырылды. 14 пен 18 жастағы жеткіншектер виртуалды ойынға қатысып, өзара сынға түсті. Ұйымдастырушылар турнирді халықаралық нашқорлық пен күрес күніне орайластырыпты. Осылайша олар жасөспірімдерді есірткіге, тәуелділік сияқты қауіпті дерттен аулақ болуға үгіттегісі келсе керек. Турнирге облыс орталығындағы 4 мектептің оқушылары шақырылыпты. Олардың барлығы әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар. Біздің Петропавлда осындай қайырымдылық жобасы алғаш рет ұйымдастырылып отырмыз. Бұның мақсаты осы жазғы демалыс кезде балалар жай жүрмей, қолдарын бос жүрмей, осы бір іс-шараларға қатысып өздерінің уақыттарын пайдалы өзіне өткізу үшін осы ойын ұйымдастырып отырмыз. Қайырымдылық шарасына сондай-ақ бірқатар ұйымдар мен кәсіпкерлер қолдау көрсетті. Турнир барысында ойыншылар үшін дастархан жайылып, тәтті сыйлықтар таратылды. Мне кажется, это намного лучше, чем. Қаламызда осындай турнирдің ұйымдастырылғанына өте қуаныштымын. Әр жасөспірім есірткіге еліктемей, бос уақытын достарымен ойнап, тиімді өткізу керек деп есептеймін. Виртуалды ойындары бойынша жарыстар жас айларында жалғасын табады, дейді ұйымдастырушылар. Әділ Нұртазин, Дулат Мұсафиров, ақпарат.